eкен, eski Taşkent çırçıkta jir dep turgan han eken. Uşu kezdegi kötөй 94'kö tolup tur, jalay jaşka bolup tur. Uşu kezdegi köңдүн артында қалған туяғы боқмұрын ұлы бар екен, жалғыз ұлың ал екен. Ушу тұрған боқмұрын өтүнді қарасаң, ертөштүктүн ұл екен. Құдайдың сүйген құл екен. Ушу кездегі көтөй адырда жылқың 6 сан, арғымақ будан баш болып, көтөйдің көп түйіні кең Ташкеннен чырчықта 40 жайылған ал болып. Ушу кездегі көңдүн қазынасы дүйнөгө 12 түмін 40 толып. Ушу кездегі көтөй сандық санын қарасаң, сарық алтынға толып тұр. Көтөйдің күмүшү күнгө жете болып тұр. Ушу кездегі көтөй алам жұрт қадаң болып, Ташкенде мықтыған болып. Ташкендегі қырғызды чырчықтағы ел жұртын сақтап тұрған жан болып. Халық атасы көтөй ақылман мықты жан болып. Байлығын көрсең көтөй башынан ашқан кеш екен. Көтөйдің көп түйіні жер жүзіне чөп түйіні. Дүниеге мекем танылып, аябаған бай болып. Ичкени қызыл чай болып, көңілдің бары жай болып. Ушу кездегі көңдүн амал жағына көз салса, адырда жылқың 6 сан, 6 айлана 40 толып. Көтөйдің көп малы жер жайылған ал болып. Ушу кездегі көңдүн 90 жашы толғанды, өлі тұрған чақ болып. Қарып қалған кезінде көкірегі кирелдеп, көдендің бары күрілдіп. Көзіне чылпақ толғанда, көзі көрбей алысты. Сақалы құдай ақ болып, сапар кетір чақ болып. Уматы баштап ақ болып, Құтманды қару чақ болып. Емемен теп тұрғанда, адырда жылқың 6 сан, тобыр чақ будан аралас. Ашолордың мейсі жоқ, көзім өтсө дүйдөдөн, аны тозып қойор есі жоқ. Дөшөntүп көтөй опасыз жалған дүйнөдөн,
алда талақ жаратқан баласыз өтіп баратам өзі жалған дүниеден арқамда қалған тұяқ жоқ туғазанат шунақ жоқ көзім өтсе дүниеден ата келе өкіріп ардақтап көмір ұлым жоқ ару менен будырып қымыз менен жудырып замза менен жудырып зарып қылып будырып ардақтап менен сөгімді көмі тұрған балам жоқ ата кеменен өлді деп ауңысы болу тайбалта оң бөрікі таянып ата келе өкіріп алдымда артымда көмір тұяқ жоқ алда талақ ұтыр ет bir balanın ayınan uşu turgan kökütüy qırq tayga tan alıptır қатындым бары тең тубай суын чуған абай bir bala төлігенге жарабай опасыз жалған дүниеде құрып қалған көкөтей жұрт атасы көкөтей bir күні тұрып ошондо алдына көлік ат минип шапа шупа бат жүрген жанына жигит алдырып ат арытып жер чалып ит ағытып құр салып ферғана менен ташкендеп токойын бойын сыдырып тонун барын кыдырып салбурунда жүргөндө карып калган кан көкөң акыл эсти сергетип көңүл ачып жүргөндө ат арытып жер чалып ит агытып куш салып Таскендин бойын жақалап сай тұлпарды тақалап ушу көзді көкөтей қапсалаңдың бойына сайылып кирген урчукта сарала тонун тумшукта ушу көзді қан көкөң жайдаған жашыл талада келе жатқан кезінде боз буранын үркүчү илинип колгон чоң куржун кызыл куржун бар экен жол боюнан каранар жолдон чыккан кез экен Бұл еміне деп қарап, көкөтей көзін бұл салса, башындағы атқан оқты жоқ, ерчетіп алған есі жоқ, бұл желмаян месі жоқ, қайдан шықты жаны бар, қайыптан келіп алдыман, жолыман пайда болды бұ, өңім бөже түшім бө, еч болбосо жигиттер, бұл құдайдың қылған иші бе, деп жақындап көкөтей, қошусунда жигиттер, 30 жигит қашында, ушул кезде көкөтей 90-ға таяп қалған жашында
жақын бастырып барған кез екен, жақын қалған кезінде ушул курдун ичинде ак бураган артылган кызыл курдун ичинде былк 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 былкылдап бирдеме жүргөн көрүнөт, көрсө көңүл бөлүнөт. Ушул курдун бар ыйлап, баркырап бала бегейлап, баланын үнү баркырап, ыйлап тура чаркырап, баланын үнү чыкканда ушул кездеги көтөй көңүлү сандап бөлүндү. Баланын үнүн укканда ушул кезде кан көкүң көзүнүн жашы төгүлдү. Көрүп карап тура албай көңүлү сандап бөлүнүп, жакын жетип барганда алдындагы ак бура тура тартып жолунан башын салып көкүңө койнунан жытап туруптур. Калкатасы көкүңдү алкымдан жытап туруптур. Ушул кездеги көкүңө жонун тозуп желмаян токтоп турат көрдүңбү? Жол боюнда шиберден эч болбоду дегенде ушул кезде желмаян отоп турат көрдүңбү? Бир кезекте ошолар жата калды чөк түшүп, жүргөн жерден бөк түшүп, төсү жатып калганда мына ушундай каранар. Жакындап көкүң барыптыр, аттан түшүп калыптыр. Курдундун оозун сөгүптүр, көрсө көзү көрүптүр. Курдун ичин караса жылаңач бала бар экен. Ушу турган баланы борсоктой кылып көтөрүп, чочогуна караса эркек тигени бар экен. Муну көрүп көкөтөй чочогунан бек жытап, моюнунан көкөтөй куркурата бек жытап. Ушул көздөгү көтөй жараткан берген экен деп карып калган кезимде ушу быйыл жараткан мага бир белекти тартуулап кайыптан берген экен деп алдаталам буюрса ушу турган баланы бап эстеп багып алайын, коюнума салайын. Артымда калган туяк деп көкөтөйдөн улуу деп, Кудайдын сүйгөн кулу деп атын коюп баланы ордомоң алып барам деп. Ушу кездеги көтөй мойнуна курун салынып, ай туяк деп ат айтып, жаратканга шүгүр деп кан көкөтөй жалынып. Ушул кездеги көтөй ушу турган балага өдө тарсам өбөгүм, ылдый төсөм жөлөгүм.
өлерді көрген бөбегім деп ошентіп балана қалқатасы көтөй көз тибесін балаға ырым қылып ошонду боқ мұрын деп ауылға атын қойып шеол жерден азан айтып ақырып алдалап айтып шақырып үш жолың атын қайталап көңілдегі қапаным бірін қойбой жойды дейд жолдан тапқан баланы боқ мұрын деп көтөй жолдан атын қойды дейд омейін деп қол жайып жаратқан қанды суранып жанындағы жігіттер қошып ата қылышып ушу тұрған баланың ошол кезден ушул күн боқ мұрын деп аталып қойылып қалған жайы бұл ушу кездегі көтөй боқ мұрынды қойнына жылаңат салып алды дейд буретименен өсөтеп ичетименен өсөтеп буруман чыккан чунак деп бала кылып алыптыр эрмек кылып бул жолдон узун жолду кыскартып ушул кездеги көтөй көңүлдөгү сананын берин койбой жоюп тур жолдон тапкан баланы боқ мұрын деп қойып тур түбін көрсөң боқ мұрын атаңдын көрі дүние құдайдың сүйген пендесі тоғыз ұлдың кенжесі ел амандың ертөштік алтын баласы айтқан сөзді тыңшачы айланайын қалайық айтқан сөздің жөні бұл боқ мұрының ошондо түбүндөн ертөштүктүн баласы айтқан сөзім қалайық еш жерде жоқ қарасы ушу тұрған боқ мұрын андан кейін сұрасаң көтөйдүн баласы ушу кездеги көтөй күмүштөй апак сайкалы ары бери жайкалып башында турган кундуз бөрк шамалга ыргап жайкалып жүзүнө нуру төгүлүп қалқатасы көтөй башында нуру төгүлүп келип түштү үйүнөн ушул кезде бир эки көтөйдүн кемпири гүлайым деп аталган байбичеси бар экен байбичеге бакырып кемпир кел деп чакырып сүйүнчү сүйүнчү душманга болсун күйүнчү жолдо жүрүп байбиче эркек улду болдук деп жараткан басып капаны жолдон таптым бир туяк атаңдын көрү дүнүйө мынакей байбиче өзүң баланы колгоң ала кой энеси болуп каласың ак эмчегиң булайтып баланын оозун сала кой деп ушентип бергенде
байбичесі гүлайым баланы қолғың алыптыр көңілі жандап бөлініп көкөтейдің сайбынын бұлға бардың уқанда көзінің жашы төгіліп екі қолың көкіңі өді қарай сұнып тұр баланың алып байбиче мойнынан жытап құшақтап берекем деп пышақтап үйінің алып кіріптір дөң ұшынды байбиче қойнын ашып балаға аузынан емшек салып тұр ушу көзді бұл бала ушул күндөн ушул күн боқ мұрының көкөңдүн улы болып қалаптыр аңдан кейін көкөтөй чырчык тағы қырғыздың Ташкендегі нұр қыздың барын ойбой жиып тұр ушул көзді сұрасаң адырда жылқың алты сан арғымақ будан аралаш арасынан семіз тай жылқыны бөліп алып тұр ой ешнемесін қарамай емнекен деп санамай союзға жарақ жылқыдан бір қаншасын көкөтөй тойға сойып салып тұр қалайық жұртқа жар салып қалайық қарап таңғалып ушу тұрған қырғызға тойына тоқсон сойып тұр ұлды болдым жұртым деп жентек беріп той беріп жетігім мындай иш қылып аябаған той қылып ат шаптырып бұл тойды ушу тұрған қырғыздың қада салтын қылып тұр мұны шынды көкөтөй тойына тоқсон сойдырып ушу тұрған балаға боқ мұрын атын қойдырып мұны шөнтіп алып тұр ау шол кезде қалайық умейін деп жұрт шулап бата қылып алып тұр ушу тұрған баланың өмірін беріп жаратқан өмірің ұзын болсын деп жолын тозбай ошондо жолың құдай асын деп балаға нұрын шасын деп ушу тұрған боқ мұрын қан көкөтөй атанын ордун басар болсын деп артында қалған тұяқ тиіп кезегінде боқ мұрын манасқа жолдош болсын деп мұны шентіп қалайық умейін деп қол жайып барып ата қылып тұр uzun kulak aksakal karıba tağılıp tır Mını şöntüp jurtulap jetügünü toy bolup adam bilbey soy bolup dünyögö düngürüp 18 bin alamga аты тарап кетиптир ушулга баргарасаң қалайық жұртқа жетиптир атаңдың көрі дүние арадан қанша күн өтіп не деген ұзын ай өтіп арадан қанша жыл өтіп ушул кезде боқ мұрын 12ге толып тұр
12ге келгече ата кесіп өгі көтей бұқ мұрындай құлынын мойнына тумар тақтырып ал дейлеген чунақты ал дейлетіп бақтырып елдің көзі тиеттеп мойнына моншоқ тақтырып алдынан мұздақ өтеттеп жылу жерге жатқырып қанат туға қақтырбай қамшылуға чаптырбай тұмшық турға чектірбей мен типақты көтей күнге бетін күйгізбей өлі көгіп алласын салқында бақты көтей еркелетіп балласын мен типақты көтей қалайық жұртқа той болса ершетіп алды көтей ошу кезде боқ мұрын 12-ге келгенде ошу кезде боқ мұрын қороздай мойны қой қойып бор көтеріп алғанда ақыл ескен осында анша-мұнша бұл бала толып қалған кезінде қызға көңіл бұл салып қылтыңдай тұрған кезінде ата-ана көтейіне бір күні тұрып боқ мұрын атасына кеп айтады кеп айтқанда деп айтады айланайын атаке қарып қалған кезінде сақалың құдаяқ болып сапар кетір чақ болып қарып қалған кезіңде ушу тұрған жалғыздың аялының қолынан келініңдің қолынан чайын ішіп қалыңыз сыйымды көріп қалыңыз жаратқан егем бұйырса небере көріп қалыңыз атаке мен бұл жерде тұрып нетейін аяламды қыдырып қалылықтың барын сыдырып қатын алып келейін жаратқан берген жерінен құдайдың сүйген елінен өзіме бір сұлу қыз тап келейін тапмайынша келбеймін деп ошентіп боқ мұрын атасына кеп айтып тағы ушындай деп айтып атаның сөзін ұқпастан еркең өскен боқ мұрын шығып кетті жолына ушыл көзді боқ мұрын ушу тұрған қырғыздың айлым болбой сыдырып аламды қойбой қыдырып урдолу жұрт Ташкенттен түтіннің түрі қыдырып той тамашаң аш болса ал жердің барын қыдырып көңіліне жақтыршы жарын іздеп жүріп тұр ушыл көзді қараса атаңның көріп боқ мұрын бір жеріне келгенде ушу кезде қараса түлкінің қызың айғаныш көзіне түшіп қалып тұр қадалып тиктеп боқ мұрын аны сүйіп қалып тұр ушыл қызға бұл бала танышып қалған кез екен гүлін сұнып боқ мұрын
тағызықта жүрген кезде екен, алып қандай кетсем деп ойда жүрген кезде екен. Ошол кезде боқ көкөтөй атаңдың көріді дүние, көзім оның иреңдеп көдөндүм бары гүрүлдөп, өйдө тартып тура албай көрөр күнү бүтүп тур, ичер суусу болуп тур. Ошо көздөгү көңдүн оң буту барып бошондо, а дүйнөдө болуп тур сол буту мунун көкөңдүн, бул дүйнөдө болуп тур эки дүйнөң ортосу болуп турган кар экен. Бир күнү туруп көкөтөй баш көтөрбөй төшөктөн, күрсө күрсө жөтөлүп ооруп калган чак экен. Арадан 7 күн өтүп кылмуруту шыйпайып, кылагар көзү кылайып, сапар кетер чак болуп, дененин барын муздак тер басып калган кез экен. Өңдөн кетип көкөтөй кубарып калган кез экен. Акыл эстен көкөтөй тана турган болуп тур, жараткан сунуп периште асмандан колун ошондо сууна турган болуп тур. Азырейил периште, жан алуучу периште келе турган болуп тур. Периште келсе көкөтөй көдөндөн ысык алтын жан бере турган болуп тур. А дүйнөгө көкөтөй кете турган болуп тур. Эзелкиң өткөн бабалар бара турган а дүйнө кете турган болуп тур. Атаңдын көрүгү көкөтөй ошол кезде карасаң баш көтөрүп кал киши, акыркы демин жыйыптыр байдын улу бай мырза. Ошу турган жигитти кашына муну алдырып, кеңешкен акылман аксакалдын барысын чакыртып көкөң алыптыр. Аларга сөзүн салыптыр, айланайын кыргызым, көрөр күнүм аз калды, ичер суум ошондо түгөнүп калган кесибим, сапар кетер чак болду. Атаңдын көрү калайык өтүп кетсем дүйнөдөн, көрүмдү кенен уюгур жакшы жайга сөгүмдү, сый урмат менен коюгур. Өтүп кетсем кыргызым бөй бөрөгү окшобой, бөлүнбөгүн кыргызым ар кайсы жерде тентиреп, көрүнбөгүн кыргызым. Арган кыргыз көп ногой, ата канат ку дүйнө, кыркыруу кыргыз эл элек, телегейи тең элек. Ала тоону жер деген алышып адам жеңбеген, 18 миң аламга тимеле татыган эр деген. Жакыптын улу Манназга жылгынды кең кол таластан, колуңдун үзбө кыргызым. Ушу турган көк жал шер
қырғыздың шериманын азды қарашыма шақырғын атаған ат күтіне келіп қалса боқ мұрын балаға көзің сал жұртым өді тартсаң баланы өбі қылып ал жұртым 18-ге толғуча 18 жашқа болғуча ушу тұрған чунақты туғазана туяқты қамшылуға чаптырбай жұртбашы қылып ал жұртым атаған ат көңдүйні боқ мұрын құлыным көзім өтіп мен кетсем өтіп кетіп ал келсе боқ мұрынға айтып қой адырда жылқың 6 сан ысарап бала қылбасын ашпай демдеп өзімі Ташкендегі қырғызды убараға салбасын аушы тұрған қалайық қарына бала қалбасын деушентіп көкөтөй боқ мұрынға айтқыла өтіп кетсем дүниеден қарашымдың башына кеш төбені жертеген ат башынарын елдеген ошу жердің өзіне салынған қорған там болған жұрт атасы қанқошой ушу тұрған қошойды аш башында тұрсын деп көңілді қошой бұрсын деп қошойға бар айтқыла ушу тұрған өзімдің өтіп кетсем дүниеден қарашымды башқарып айкөл манас келсін де айкөл көк жалманын астын өзіне киши чаптырып шақыртып алғын қырғызым айкөл манас мен ушул өліп қалған кезімде аш башқарып қан маназ жұрт башында тұрсын де қарашым менен бұ бүткенше айкөл қыранған маназ